Азамат Скаков, сен. Әдет қалыптастыру әліппесі. Оқырманға 100% жауапкершілік. Біздің күнделікті өміріміз тек қана таңдаулардан тұрады. Істеу, істемеу, бару, бармау, айту, айтпау. Ал адамның арманы мен нәтижесінің арасындағы жалғыз көпір әрекет. Міне, осы жерден біздің өміріміздің сапасын сипаттайтын түсінік шыға келеді. Дұрыс әрекетті таңдау. Біздің күнделікті жасайтын әрекеттеріміздің 90% әдетке айналып кеткен істер. Ал бүгінгі біздің болмысымыз бұрынғы әдеттеріміздің нәтижесі. Демек, сәйкесінше, бүгінгі әдеттеріміз болашағымыздың қандай болатынына тікелей әсер етіп жатыр. Өмірдің заңдылықтары осындай қарапайым дүниелерден тұрады. Оны қиындатып алатын өзіміз. Неге қиын, қол жетпес, ұзақ болып көрінеді? Себебі біз нені қалай жасау керектігін, оңай жолын білмейміз. Білмегеннің салдарынан миымыз жеңіл дүниенің өзін жасай алмай, функциясын дұрыс атқара алмайды. Бұл кітап сол қиын көрінген әдеттерді оңай қалыптастыру жолдарын көрсетіп береді. Кітаптың тілі жеңіл, жазылған инструкциялармен алға жылжып отырған адам әдет қалыптастыру әліппесін үйреніп шығады. Әңгіменің барысын жауапкершіліктен бастағаным бекер емес. Шын мәнінде әр адамның өмірінің сапасы, жетістіктері, жеңілістері мен нәтижелері тек өзінің жауапкершілігінде. Жалпы өмірдің өзегі адамның өзінен басталады. Табиғаттағы барлық дүниенің ядросы бар. Тіпті бактерияларда да ядро бар екенін білеміз. Ал табысты саналы адамның ядросы, қозғаушы күші жауапкершілік. Өзінің өміріне, болашағына, әрекеттеріне, шешімдеріне жауапкершілік ала білу. Демек, әр адамның ішінде бүкіл әлем жатыр деген сөз. Әлем сенен бастау алады. Бұл кітаптың сен деп аталуы да бекер емес. Кітаптағы білімдер, тапсырмалар, практикалар мен ақпараттардың барлығы фокусты өзіңе бұруға, ішіңдегі менді табуға жол ашады. Сондықтан, құрметті оқырман, өзіңіздің әлеміңізге қош келдіңіз. Бұл кітап арнайы сіз үшін жазылды. Кітаптың басты кейіпкері сен. Зейініңіз ашылсын. Сізге деген сеніммен Азамат Скаков. Арнайы ережелер. Кітапты оқығанда сыртқы факторларға алаңдамаңыз. Мүмкін болса, телефонды дыбыссыз режимге қойып, оңашада мән беріп оқыңыз. Оқу процесінде маңызды ақпараттарды блокнотыңызға, қағазға түсіріп, жазып алып отырыңыз. Теориямен шектелмей, ертеңге қалдырмай, сол күні-ақ практикаға көшіңіз. Ақпаратты бекіту үшін оқығаныңызды досыңызбен, әріптесіңізбен, үйдегілермен бөлісіп, айтып беруге дағдыланып көріңіз. Кітапты оқу барысында келіп тоқтаған бетіңізді қайырып қоймаңыз. Қай бетке келгеніңізді есте сақтап қалуға тырысыңыз. Нәтижелеріңіз бен пікірлеріңізді Инстаграмда жеке парақшама жазуды ұмытпаңыз. Біз үнемі жасайтын әрекеттеріміздің айнасымыз. Демек, кемелдену әрекеттен емес, әдеттен. Аристотель. Әдет қалыптастыру әліппесі. Бұл бөлімде ең көп қайталанатын сөз әдет. Оқуға кететін орташа уақыт 1 сағат 15 минут. Коуч кітап. Қалай көп ақша табуға болады? Немесе өзімді жоғалтып алдым? Әлде жалқаулықтан қалай құтылуға болады? Әрине, барлығы жақсы өмір сүргісі келеді. Барлығының мақсаты өзінде, өмірінде жоқ дүниелерге бірден қол жеткізу. Соңғы 2 жылда 2000-нан астам адамға жеке талдау өткіздім. Талдауға келген адамдардың әрқайсысы әртүрлі. Бірақ олардың келіп тірелетін мәселелері мен нүктелері ұқсас. Төмендегі пункттердің ішіне өзімнің статистикам бойынша адамдардың жиі бетпе-бет келетін мәселелерін қостым. Сізді бұл тақырыптардың қайсысы қызықтырады? Ішіңізде қандай мәселелер бар? Оқыған кезде өзіңізге анализ жасап отырыңыз. Қарыздан қалай құтылуға болады? Өмірімді реттеп, жүйелеу үшін не істеуім керек? Жалқаулықтан қалай арыламын? Табысымды арттырғым келеді. Өзімді жоғалтып алдым. Негативті установкаларынан арылғым келеді. Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Құмды тез арада реттеуім керек. Спортты тастап кете беремін. Артық салмақтан арыла алмай жүрмін. Әдет қалыптастырудың жеңіл жолы бар ма?
Бұл тізімді тізбектей берсем шексіз жалғастыруға болады. Өзіне көңілі толмай, басындағы ойларын жүйелегісі келген адамдардың бәрінің қалауы ортақ. Бәріне тез қол жеткізе салғысы келеді. Адам табысын арттыру үшін, ортасына абыройлы болу үшін, арман мақсаттарына жету үшін, командасын басқара алу үшін алдымен өзін, өмірін, ойын басқаруды үйрену керек. Ал өзіңді басқарып, өміріңе жауапкершілік алу қарапайым дүниелерден тұрады. Мәселелеріңізді шешіп, өміріңіздің сапасын жақсартуды, әдеттеріңізді реттеуден, ұйқыңызды дұрыстаудан бастаңыз. Жеке талдау жұмысын жүргізудің арнайы жүйесі бар. Көбіне талдау барысында адамдар түпкі сұрақтарының шешімін тауып, нақты стратегиясын алып кетеді. Басында шашырап жатқан ойлары жүйеленіп, карта пайда болады. Күніне тұрақты түрде 3 разбор өткізген күннің өзінде жылына 1000-ға жуық адамға ғана үлгереді екенмін. Барлығына бірдей уақытта көмектесіп үлгеру мүмкін емес. Сондықтан осы кітап арқылы оқырмандардың сапалы және талдау жұмысының эффектісін алып шыққанын қалаймын. Бұл кітап теориядан ғана емес, практикадан да тұрады. Әр мысал, ақпараттарды оқыған сайын өз-өзіңізге анализ жасап отырыңыз. Іштей дұрыс сұрақтар қоюды үйреніңіз. Практикалық тапсырмаларды орындаңыз. Ең алдымен өзіңізге не ұнамайды? Өміріңіздегі өзіңіздегі нені қалай өзгертер едіңіз? Жазып шығыңыз. Нәтижеге жеткізетін қадам. Курстар мен сабақтар нәтиже бермейді. Курс өткізетіндер көбейіп кетті. Дегенді сіз де жиі естіп, не өзіңіз айтып та жүрген боларсыз. Шын мәнінде ол курстардан ешқандай нәтиже шықпайды. Егер берілген білімді алып, бірақ әрі қарай әрекет етпесеңіз, бір ғажайыпты күтпей-ақ қойыңыз. Кез келген білімнен нәтиже шығару адамның өзіне байланысты. Бір потокта оқыған екі адам екі түрлі нәтиже көрсетуі мүмкін. Екеуіне берілген ақпарат пен білім бір, ал оны екеуі екі түрлі қабылдайды, екі түрлі әрекет етеді. Нәтиже осы әрекеттің сапасына байланысты. Бірінші оқып алайын, танысып алайын, содан кейін істеймін. Бұл қате түсінік. Төмендегі суретте 3 бірдей баспалдақ көрсетілген. Білу, түсіну, әдетке айналдыру. Әр баспалдаққа көтерілу үшін қозғалу керек. Бұл қозғалыстың аты әрекет. Мысалы, бір ақпарат туралы естідіңіз, яғни білдіңіз, таныстыңыз. Бірақ сіз әлі бұл ақпаратты түсінген жоқсыз. Оны түсініп, миға бекіту үшін әрекет жасау керек. Маркетинг бойынша білімді жетілдіремін деген оймен 2 айлық курс сатып алдыңыз делік. Сабақтарға қатысып жатырсыз, көріп жатырсыз. Бірақ миыңызда осы курсты бітіріп алайын, сосын кірісемін деген ой болуы мүмкін. Бұл сізді ештеңеге жеткізбейтін қате ой. Дереу жасап көру керек. Оны істеп көрмейінше бұл ақпаратты түсінбейсіз. Өйткені істеп көрген кезде ғана дұрыс сұрақтар пайда болады. Дұрыс сұрақ дұрыс шешімдерді табуға алып келеді. Одан соң сізде тәжірибе жиналады. Осы сатыда ғана сіз алған ақпаратыңызды толық түсінесіз. Сіз жақсылап түсініп алдыңыз. Енді бұл ақпарат сіздің өміріңізге еніп, әдетке айналу үшін тағы да әрекет жасау керек. Әдетке айналған соң өміріңізге енеді. Қарапайым формула осы. Ақпарат плюс әрекет тең түсіну. Түсіну плюс әрекет тең әдет. Бізде мектептегі логика қалып қойған. Мектепте қалай еді? Мен түсінбедім, сол үшін үй тапсырмасын жасамадым. Осы қате логикадан арылу керек. Түсінбей тұрсыз ба? Онда түсіну үшін жасап көріңіз. Кітапта айтылған ақпараттарды да оқып қоя салу жеткіліксіз. Кітапты жоғарыдағы инструкцияны қолдана отырып оқитын болсаңыз ғана нақты нәтижеге қол жеткізесіз. Оқыңыз, танысыңыз. Әр бөлім сайын дереу әрекетке көшіп кетіп отырыңыз. Біз алдымен әдеттерімізді қалыптастырамыз, кейін әдеттеріміз бізді қалыптастырады. Джон Драйден. Әдет фазалары. Әдет қалыптастырудың 5 түрлі фазасы бар. Белгілі бір әдеттерді қалыптастыру барысында сізге қай фазада екеніңізді білу жақсы көмектеседі. Әр қадамыңыз саналы түрде жасалады. Бірінші фаза ойлану. Алғашқы фаза ойлану. Бұл әдет сізге керек пе? Бұл қабілет маған не үшін керек? Барлығымызда ертеңнен бастап ерте тұрайын, таңертең жүгіруді бастайын, көп кітап оқуды қолға алайын, дүйсенбіден бастап ағылшын тілін үйренейін деген мықты жоспарлар болады. Бәрінің ойында неше түрлі гениальный жоспарлар жүреді.
Себебі бұл әдеттерді бәрі жасап жатыр, бәрі күшті. Дегенмен өзіңізге нақты сұрақ қойыңыз. Бұл расында да сізге керек пе? Не үшін керек? Осы сұрақтарға қашан нақты жауап бересіз, сол кезде ғана әдеттер қалыптасады. Миыңыз шынымен керек екенін түсінген кезде қиналмай ақ істеп, әдетке айналдырып меңгеріп аласыз. Ағылшын тілін үйрену деген мақсат бәріңізде болған шығар. Мен де 2016 жылға дейін ағылшын тілін оқыдым. Ол кезде таразда тұрамын, курсқа жазыламын, қалып қояды. Кітап сатып аламын, оқимын, бірақ бір күні бәрібір тастап кетемін. Спикинг клубтарға жазыламын, бір айға жетпей жатып бармай қоямын. Осылай бір тастап жүрген кезімде 2 айдан кейін Европаға кетесіз деген хабар келді. Мен осы хабардан кейін ағылшынша түсініп, меңгере бастадым. Оңай жаттап, үйреніп алдым. Себебі нақты жоспар болды. Не үшін? Деген сұрақтың жауабы бар еді. Ағылшын керек қой, білген жақсы ғой деген мотивация жұмыс істемейді. Ми ағылшын тілін неге үйрену керектігін жақсылап түсінген кезде оп-оңай меңгеріп алады. Алғашқы фазаның мәнін дұрыс түсініп алыңыз. Бәрі жүгіріп жүр ғой, мен де жүгірейін деген ой дұрыс емес. Өзіңді қинап бір рет жүгірерсіз, екінші күн шығуыңыз мүмкін. Одан кейін сол күйі қалып қою ықтималдығы өте жоғары. Дұрыс сұрақ қойып, миыңызға дұрыс жауап жіберіңіз. Не үшін жүгіру керек? 100 күн жүгірсем не болады? 100 күннен кейінгі нәтиже сізді шабыттандырса, бастап кетіңіз. Дегенмен, әдет қалыптастырудың ең маңызды фазалардың бірін есте ұстап, сол бойынша әрекет қылыңыз. Ол жоспарлау фазасы. Екінші фаза жоспарлау. Екінші фаза қадамдарды жоспарлау. Бұл фазада өзіңізге дұрыс сұрақ қойып, дұрыс жауап табуыңыз өте маңызды. Яғни өзіңіздің жүгіргіңіз келетініңізді түсіндіңіз. Сізге не үшін қажет екенін де жақсы білесіз. Жүгіруге деген құштарлығыңыз сұмдық болып тұр. Осы қалауыңызбен бас салып жүгіріп кетпеңіз. Біз қалап көзіміз жанған кезде соның күшімен бастап кетуіміз мүмкін. Алды артыңызға қарамай, бірінші күні тұрып, жүгіріп келдіңіз. Өзіңізді іштей бір керемет спортсмен сезініп келгеніңізбен ертесіне не болады? Денеңіз ауырсынып қалуы мүмкін, аяқтарыңыз ауырып қалады. Жүрегіңіз де бір алқынып қалған. Тыныс алу мүшелеріңізге суық тиген. Осының өзінен алғашқы күндерден ақ барлық қалауыңыз қашып кетеді. Ынтаңызды жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Алдымен зерттеу керек. Дайындалыңыз. Жүгіру деген не? Қалай дұрыс жүгіру керек? Қазір жасыңыз 25-те болса, сіз 25 жыл жүгірмей келіп, бірден желаяқ болып кеткіңіз келіп тұр. Олай болмайды. Алдымен азда болса теориялық біліп алыңыз. Интернеттен, ютубтан қазақ тілінде табыла қою қиын болса, орысша, ағылшынша жазып іздеңіз. Қадамдарын түсініп алу керек. Не жасауға болмайды? Жүгірудің пайдасы қандай? Іздеп көріп едіңіз, бірінші күні ұзақ жүгіруге болмайды екен. Алғашқы кезде қатты қарқынмен бастасаңыз, тез шаршап қалады екенсіз. Демек, бұл қателіктерді қайталамайсыз. Осындай базалық ақпараттарды білсеңіз, әдет қалыптастыруды әлдеқайда жеңілдетесіз. Үшінші фаза әрекет. Бір әрекет жасап қойыңыз. Мысалы, таңертең жүгіргіңіз келсе, түнде киімдеріңізді дайындап қойыңыз. Таңертең оянғанда ұйқыңызды, жылы төсегіңізді қимай қалуыңыз мүмкін. Ой, қойшы, ертең жүгіре саламын деген сылтауыңызды жеңуге түнде жасап қойған бір әрекет көмектесуі мүмкін. Аяқ киіміңізді, спорттық киімдеріңізді дайындап қою таңертеңгі жүгірмей қалу ықтималдығын азайтады. Қадамдарыңызды қалай бастайтыныңызды, қайда жүгіретініңізді де жоспарлап қойыңыз. Төртінші фаза тұрақтылық. Келесі маңызды фазалардың бірі тұрақтылық. Сіз жүгіруді бастадыңыз делік, бірақ нәтиже бірден келе салмайды. Басында сізге жүгіру процесі қызық болмауы да мүмкін. Бірақ сіз шыдап, 6 апта бойы таңертең жүгірсеңіз, автоматты түрде тұрақтылық. Мотивация да осы тұрақтылық деген сатыдан кейін келетін дүние. Ғалымдар бір тәжірибе жасап көреді. 280 адамға жаңа әдет қалыптастыру деген тапсырма береді. Ең жылдам әдет қалыптастырған адамның нәтижесі 18 күн болады. 60% адамда әдет 21 күннен кейін қалыптасқан екен. Қалған 30% адамның жаңа әдеті 41 күнде қалыптасады. Ең кеш әдет қалыптастырған соңғы бірнеше адамның көрсеткіші 90 күн болады. Әр адамның физиологиясы әртүрлі. Сондықтан да өзіңіздің жағдайыңызға қарап көріңіз. Дегенмен орташа есепте әдет қалыптастыру уақыты 21 немесе 42 күн. Осы күндерден өтіп кетсеңіз,
әдетке айналып кетеді. Тұрақтылықты ұмытпау керек. Басында сіздің айналысып жатқан ісіңіз еш ләззат сыйламауы мүмкін. Мысалы, менің жүгірумен айналысып бастағаныма 7 жыл болды. Маған ең қызық сезім, рахат сыйлайтын уақыт жүгіруден кейінгі үйге қайтып бара жатқан кезде пайда болады. Біз ненің пайдалы екенін жақсы білеміз, бірақ өзімізді көндіруіміз қиындау. Ең маңыздысы да осы тұрақтылыққа үйрену. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Алланың жақсы көретін амалы аз да болса тұрақты орындалатын амал деген хадисі бар. Осы логикамен жұмыс істеу керек. Мысалы, кітап оқуды әдетке айналдыру деген мақсат қойдыңыз делік. Ертеңнен бастап күнде 100 бет оқимын деген пікір қате. Күніне ең болмағанда 1 беттен болсын оқып тұрыңыз, бірақ тұрақты түрде күн сайын оқыңыз. Не болмаса күніне 3 беттен оқып тұруды әдетке айналдырыңыз. Сонда айына шамамен 80-90 бет болады. Есептесек жылына 1000 беттей шығады. Егер орташа есеппен бір кітап 150 бет деп алсаңыз, бір жылда 6-7 кітап аяқтайсыз. Ойланып көріңізші, өткен жылы 6-7 кітап оқыдыңыз ба, жоқ па? Ой, 3-ақ бет қой деп менсінбей қарамаңыз. Тамшы тоқтамай тама берсе, тасты да тесіп жібереді. Ерік-жігеріңіз бой бермей, қалыптастырып келе жатқан әдетіңізді тастап кеткіңіз келіп жатса да, өзіңізді көндіріңіз. 42 күн жасаймын, сосын көреміз. Қоя салуға ешқашан кеш емес деп өзіңізбен келісімге келіңіз. Ол осы уақытта әдетке айнала бастайды. Кейін ләззат сыйлай бастайды. Есесіне рахатын өзіңіз көресіз. 5. Қызығын жоғалту. 5. әрі соңғы фаза қызығын жоғалту. Мысалы, бір істі тұрақты 3 ай, 5 ай, 6 ай жасап жүрген болуыңыз мүмкін. Бір кезде осы әдеттің қызығы таусылғандай көрінеді. Ішіңіз пыса бастайды. Бәрі жақсы, таңертең ерте тұрасыз, қиналмайсыз, жалғауланбайсыз, бірақ жүгіргіңіз келмейді. Болмаса күнде жазып жүрген жазуыңызды жазғыңыз келмейді. Себеп жоқ, бәрі жақсы, жай ғана жазғыңыз келмейді. Бұл фаза әдет қалыптастырған адамдардың бәрінде әйтеуір бір күні кездеседі. Осындай жағдайда мен не істеймін? Біріншіден, тәсіл әрекеттер мен әдеттердің орнын ауыстыру керек. Мысалы, сіз таңертең оянған соң алдымен жазып, кейін кітап оқып, содан кейін ғана жүгіруге шығатын едіңіз. Енді осы реттілікті ауыстырып көріңіз. Оянған соң жүгіруге шығыңыз, содан кейін ғана кітап оқуға, жазуыңызды жазуға отырыңыз. Тағы бір жолы бір немесе 2 күн істемей қою. Таңертең ояндым, бірақ әдейі ештеңе жазбай қоямын. 3-ші күні жазуға сағынып отырамын. Жазудың жаңа қыры, жаңа лебі пайда болған секілді болады. Бұл фазалардың атын біліп, жаттап алуыңыз маңызды емес. Ең бастысы, осындай кезеңдерді бар екенін біліп жүрсеңіз болды. Өзіңіздің қай этапта келе жатқаныңызға баға беріп, саналы түрде қарай алғаныңыздың өзі үлкен жетістік. Әдет фазалары: ойлану, жоспарлау, әрекет, тұрақтылық, қызығын жоғалту. Лайфхак формула. Ерік-жігермен күресу кімге де болсын оңайға соқпайтыны анық. Дегенмен, әдет қалыптастыру процесін жеңілдететін бір формула бар. Өте қарапайым, бірақ қатты көмектеседі. Әрекет көбейтілген 100 рет тең нәтиже. Бұл формула қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз фитнеске жазылып қойғансыз, бірақ барғыңыз келмейді. Сол кезде ойланып, осы әрекетіңізді 100-ге көбейтіңіз. Яғни фитнеске 100 рет барсаңыз, қандай нәтиже алатын едіңіз? Ойланыңыз. Мен абылай 100 рет фитнеске бардым. Аптасына 3 реттен барсам, айына 12 рет. Сонда 100 рет фитнеске бару дегеніміз 10 ай бойы үздіксіз жаттығып отыру ғой. Мәссаған. Мен 10 ай фитнеске барсам, денем шығып, сымбатым артып, нағыз красавчик боламын ғой деген ой автоматты түрде келеді. Бұл жерде сіздің қызығушылығыңыз артады да бүгінгі жалқаулығыңызды жеңетін ерік-жігер пайда болады. Шынымен де ойлап қараңызшы, 10 айдан кейін кім болатыныңыз, қайда, қандай болатыныңыз бүгінгі әрекетіңізге байланысты. Егер нәтиже сізге ұнап тұрса, неге бүгін әрекетті жасамасқа? Қызығушылық сылтауыңыздың жолын байлайды. Бірден іске көшіңіз. Бұл формуланы өмірдің басқа да аспектілерінде қолданып көруге болады. Генератор әдеттер. Бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдетті қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен
көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен, генератор әдеттер деген түсінік бар. Генератор әдеттер өзінің артынан басқа да әдеттерді тартып алады. Егер әдет қалыптастыруды қолға алсаңыз, осы генератор әдеттерден бастаңыз. Мысалы, дұрыс ұйықтау, генератор әдет. Қазір көп адам түнгі 12 сағат 1-ге дейін ояу жүре беруге үйреніп қалған. Ал дұрыс ұйықтауды қолға алған адам түнгі 10:30-11 шамасында ұйықтап қалады. Енді сіз уақытылы ертерек ұйықтауды қолға алдыңыз деп ойлайық. Ерте ұйықтаған адам не істейді? Әрине автоматты түрде ерте тұра бастайды. Алғашқы кездері 1-2 аптаға дейін ерте тұрмауыңыз мүмкін. Бірақ біраз уақыт өткен соң қалай ерте оянатын болғаныңызды өзіңіз де байқамай қаласыз. Ерте ұйықтадыңыз, ерте ояндыңыз. Ал ерте оянған адам не істейді? Жазуын жазады, су ішеді, жаттығу жасайды. Артық 1 сағатты пайда болған соң кітап, пайдалы ақпарат оқи бастайды. Таңғы асын уақытылы, тұрақты ішеді. Көрдіңіз бе? Бір ғана әдет өзінің артынан қаншама әдеттің қалыптастыруына әсер етеді. Спортпен айналысуда генератор әдет болып саналады. Спортқа көңіл бөлген адам ақырын дұрыс тамақтану туралы іздене бастайды. Спортпен шұғылданған адам сергек болады. Мысалы, таңертең ерте жүгірсеңіз, түнде де ертерек ұйықтап қаласыз. Бізде қазір миымыз шаршағанымен денеміз шаршай қоймайды. Сондықтан да ерте ұйықтау көп адамға қиын. Ал жүгіріп физикалық тұрғыда күш жұмсаған адамның шаршайтыны анық. Сол себептен тез ұйқыға кетеді. Осылайша режиміңіз бен ұйқыңыз да реттеледі. Генератор әдеттердің қатарында дұрыс тамақтануды да жатқызамыз. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, ұйқыңыз дұрыс болады. Таңертең ерте әрі жеңіл болып оянасыз. Яғни, бұл бір шеңбер сияқты. Бір әдеттер өзінің артынан автоматты түрде жаңа әдеттердің қалыптасуына әсер етеді. Жаттанды әлсіздік, қорқыныш психологиясы. Біздің әрбіріміздің бойымызда жаттанды әлсіздік бар. Миымыз кейбір дүниелерді мен әлсізбін, менің қолымнан келмейді деген шешім шығарып жаттап алған. Мысалы, ерте кезеңдерде қателесу адамның өмірінде үлкен қауіп төндірді. Адамдар әлі сөйлей алмайтын тас ғасырында азулы аңдардың апаны бар екенін ұмытып кетуі өлімге алып келетін еді. Сол секілді жеуге болмайтын жемісті жеп қойса ажал құшады. Ол заманда қателесудің жазасы тым ауыр болатын. Бірақ қазір олай емес. Бала күніңізде байқамай шай төгіп алу үлкен қателік болатын. Байқамай төгіп алсаңыз, бір жеріңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Не болмаса үлкендерден ұрыс естисіз. Ал қазір олай емес қой. Егер шай төгіп алып жатсаңыз, күйіп қалмау үшін қолыңызды алып үлгересіз. Төгіп алғаныңыз үшін ешкім сізді ұрыспайды. Жай ғана өзіңіз орнын сүртіп ала саласыз. Дегенмен, біздің бейсанамызда қателесу қауіпті, қателесуге болмайды деген сенім қалыптасып қалған. Мүлде жасамай қоюда үлкен қателік. Қойшы осыны, істемей қояйыншы, тыныш жүре берейін деп айтуға болмайды. Бұл адамның дамуына, өсуіне, өмірінің сапасына кері әсер етеді. Қазір көп адамның айтып жүргені өте дұрыс. Қателесуден қорықпау керек. Қателесу норма. Осы мидағы шектеулер туралы ғалымдар шегірткелерге тәжірибе жасайды. Әлі өспеген табиғатынан әлсіз кішкентай шегірткені үлкен шегірткемен төбелестіреді. Бірақ ғалымдар сол төбелестің алдында үлкен шегірткені әдейі әлсіретіп, аш күйінде ұстайды. Әрине, денесі үлкен болса да, қолдан әлсіздендірілген үлкен шегіртке жеңіледі. Екінші ретте де, үшінші ретте де кішкентай шегірткені әдейі жеңдіреді. Төртінші рет шынымен үлкен әрі күшті шегірткені жібереді. Сенесіздер ме? Бұл жолы да кішкентай шегіртке үлкен шегірткені жеңіп кетеді. Бұл жеңіске не әсер етті? Кішкентай шегіртке мықты болып кетті ме? Жоқ, бар болғаны оның сенімділігі күшейді. Жеңе алатынын түсінді. Жаттанды әлсіздіктен құтылған соң шынымен де жеңіске жетті. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Әлсіздік танытқан, ойлағанда қорқыныш тудыратын тұстармен жұмыс істеңіз. Бір бала мектепте өте нашар оқиды. Қалай үйретсе де ештеңе қабылдамайды. Мұғалімдердің мектепке қайта-қайта шақырып, сіздің балаңыз топас, адам болмайды дегеннен ата-анасы да шаршап кетеді. 2006 жылы барлық бітірушілермен бірге осы америкалық бала да ең қиын SAT тестін тапсырады. Нәтижесінде өте жоғары ұпайға қол жеткізеді. Мұғалімдер түгелі ата-анасы да балаға сенбейді.
Сен көшірдің немесе бір құйтырқы әрекет жасадың деп баланы кінәлайды. Бұл баланың өзі үшін де бір таңғажайып оқиға еді. Қалай үздік тапсырып кеткені өзі де аң-таң. Себебі көшіргісі келсе де көшіруге мүмкіндігі болмаған еді. Қалай алып қараса да ең қиын деген тесттің өзінен бала жоғары көрсеткіш алды. Ауыр емтиханнан күшті нәтиже көрсеткен соң ата-анасында да баласының өзіне де шынымен білімді болып тұрмын ғой деген сенім қалыптасады. Тесттегі үздік нәтижемен жас жігіт ең үздік университеттердің біріне түседі. Ол жерде де өте жақсы нәтижемен аяқтайды. Кейін ол танымал әрі ірі кәсіпкер болып қалыптасады. Мектеп кезінде басына білім қонбайтын баланың мұндай жетістікке жеткеніне таң қалатын адамдар көп еді. Ғалымдар бұл жетістіктің сырына қаныққысы келіп зерттеу жүргізеді. Сонда дәл сол 2006 жылы емтихан базасында қате кетіп 31 адамға жүйенің өзі қателесіп 100% деген нәтиже беріп жібергені анықталады. Шын мәнінде бала ақылды емес еді, бірақ миындағы жасанды әлсіздіктен құтыла салысымен ол топты жарды. Мықты жетістіктерге жетті. Әлсіздік тек біздің басымызда ғана, одан құтылуға болады. Жоғарыдағы шегірткенің мысалы да мықты бизнесменнің оқиғасы да осыған дәлел. Адамдармен танысудан қорқсаңыз, әрекет жасап көріңіз. 2-3 рет жасаған соң, бұл соншалықты қорқынышты емес екеніне көзіңіз жетеді. Адамдармен танысу жеңіл, үйреншікті болып кетеді. Осыған дейін жақсы әдеттерді қалыптастыруды қаншама рет тастап кеткен болсаңыз да, уайымдамаңыз. Соңына дейін жеткізе алмаймын. Менің өзгеруім қиын деу миыңыздағы жасанды әлсіздік қана. Керек болса, өзіңізге қолдан жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Жаңа әдет қалыптастыруға көмектесетін әдістер: маңыздылық беру, қадағалау, айна терапиясы, кедергілерді азайту, амал жасау. Коуч кеңес: негізгі қадамдар. Біріншіден, маңыздылық. Осы әдетті қалыптастырамын деп айту оңай ғой, бірақ сіз үшін бұл қаншалықты маңызды? Осы сұраққа арнайы жауап іздеп жазып көріңіз. Бұл әдетті қалыптастырып, өзгеру үшін нені қысқартуға дайынсыз? Мысалы, темекі шегетін адам одан құтылу үшін темекі шегетін достарымен кездесуді азайту керек. Дұрыс тамақтанғысы келетін адам өзінің сүйікті мейрамханасына баруды қысқартуы керек. Екіншіден, қадағалау. Кез келген мәселені қадағалау оның дамуына алып келеді. Салмақпен проблемасы болса, күн сайын таңертең салмақтарыңызды жазып жүріңіздер. Бұл маңызды. Ол қалай жұмыс істейді? Англияда артық салмағы бар адамдарды жинап, 2 топқа бөледі. Бірінші топтағы адамдар 40 күн уақыт береміз, сіз салмақ тастаңыз деген тапсырма береді. Екінші топқа күнде таңертең салмақтарыңызды өлшеп, мына қағазға жазып отырыңыздар деп айтып үйлеріне жібереді. Зерттеу нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой. Ең қызығы, 40 күннен кейін салмақтарыңызды өлшеп жазып жүріңдер деген топтың 87% салмақ тастаған. Ал артық салмағынан арыл деген тапсырма беріп жіберген адамдардың 20% ғана нәтиже көрсеткен. Үшінші, айна терапиясы. Сізге не ұнамайды, сонымен жұмыс істеу керек. Мысалы, өзіңізге айнаға қараған кезде не ұнамайды, соны саралап, өзгертуге күш салыңыз. Артық салмағыңыздың жасыңызды үлкейтіп тұрғаны ұнамаса, арылуды бастаңыз. Бетіңізде түрлі дақтар, мәселелер болса, косметологқа барып тазартудың амалын жасаңыз. Бұл терапияны басқа сфераларда да қолданып көріңіз. Айнаға қарағанда өзіңізді толық көре аласыз ғой. Сол секілді өзіңізге шынайы қарап, сізге ұнамайтын қасиеттеріңізді жазып шығыңыз. Жеке даму бойынша сізге не ұнамайды? Қандай әдеттерден арылғыңыз келеді? Қандай кемшіліктеріңіздің көзін жояр едіңіз? Қай қабілеттеріңізді дамытасыз? Жазып шығыңыз. Төртінші, кедергілерді азайту. Мақсатыңызға жеткізетін жолда сізге кедергі келтіретін триггерлерді шектеңіз. Мысалы, темекі шегуді қойғыңыз келіп жүр, ал күнде жұмыста қасыңыздағы 2 әріптесіңізбен бірге үзілісте темекі шегу әдет болып қалған. Күн сайын үзіліс уақыты келгенде, немесе сол әріптесіңізді көргенде, ми өзінің жаттанды қылығына қарай тартады. Сол секілді жаттап алған әдетті ауыстырыңыз. Үзілісте басқа да бір ермек табыңыз. 2 әріптесіңізбен уақытша азырақ қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Барлығының амалын табуға болады. Есесіне мақсатқа жетуге бір қадам жақындайсыз. Бесінші, жай ғана бастап кетіңіз. Бастап кету жеңістің бір бөлігі. Шексіз жоспарлап жүре беруге болады. Амалдар ниетке байланысты деген хадисті естіген боларсыз. Алғашқы қадамды жасасаңыз, жол өзі ашыла береді. Бастаған адамда ғана нәтиже болады. Ми және әдет. Ми біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайды.
бірақ біз ми туралы ештеңе білмейміз. Тіпті ғалымдардың өзі миды зерттеу бойынша өте аз жетістіктерге жеткенін мойындайды. Оның структурасы, қалай жұмыс істейтіні әлі күнге дейін толық белгілі емес. Ми туралы сіз бен біз білуіміз керек ең қарапайым ақпарат: ми жай ғана ет емес. Ол 18 бөліктен тұрады. Мидың әр бөлігі әртүрлі нәрсеге жауапты. Негізі 80% функциясы бойынша қимыл қозғалыстарымызға жауап береді. Бір қызығы, біздің денеміздегі түтіктердің өзі миымыздың тарапынан бақылауда, мидың жауапкершілігінде тұр. Адамның қимыл қозғалысы көп болмаса, мидың кей бөлімдері ақырын істен шыға бастайды екен. Қазір біз күнделікті өте аз қимылдаймыз. Сондықтан өзінің қамын ойлаған әрбір адам спортпен үзбей айналысуы керек. Салмақ бойынша ми денеміздің 2% ғана алады, ал энергия құрту бойынша бірінші орында. Әдетке қатысты ми толқындарын ғалымдар жан-жақты зерттеген. Төмендегі кестеден екі түрлі жағдайда мидың қалай энергия жұмсайтынын көруге болады. Белгілі бір істі алғаш рет жасаған кезде ми толқындары өте жоғары болған, ал ол оқиға әдетке айналған кезде алғашқы қимылында және соңында ғана жоғары толқындарда болады. Процестің өзінде әлде қайда төменгі және бір қалыпты толқындарда тұрады. Яғни ми әдетке айналдырып алса, ортадағы қаншама энергияны экономдайды. Мидың әдет қалыптастырудағы мақсаты осы. Енді өзіңізге салып та ойланып көріңіз. Сізде білмеген таңсық дүние жасағанда әлде қайда көбірек энергия құртасыз. Мысалы, бұрын араласпаған жаңа ортаға барғанда сіз уайымдайсыз, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, қысыласыз. Ми мини-стресстен өтеді. Түрім дұрыс болып тұр ма, киімім қалай тұр, не айтамын деген секілді сұрақтармен миыңызды көп мазалап жібересіз. Бейтаныс ортаға барғанда үнемі барлығын бақылауда ұстап, анализ жасап отырасыз. Ал өзіңіз үйреніп қалған таныс орта болса, миыңыз онша көп энергия құртпайды. Мидың мақсаты осы нәрсені әдетке айналдырып алу, соның әсерінен аз энергия жұмсау. Спортшылар күнделікті спортпен айналысу, жаттығу үшін көп энергия құртпайды, себебі оларға бұл әдет болып кеткен. Дене әрекетті мидан да жақсырақ түсініп алады. Ғалымдардың зерттеуінше, боксерлардың шаршы алаңдағы қорғануы, ұруы ойланбай, автоматты түрде қалыптасып кетеді екен. Неге? Өйткені ми әрекетті жаттап алған. Оны үйреніп алсаңыз, өзіңізге ұнамай жүрген әдеттеріңізді өзгерту оп-оңай екеніне көзіңіз жетеді. Нашар әдеттерден тезірек арылудың маңыздылығы. Бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап данышпанға барыпты. Данышпан кісі оған: "Сен ана бір жас шыбықты суыршы", депті. Жігіт қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді одан жуандауын суырып алуды тапсырады. Ол досын көмекке шақырады. Тапсырманы сәтті орындайды. Одан да жуан ағашты көрсеткен екен. Ол барлық достарымен таныстарын шақырса да, орнынан қозғалта алмапты. Сонда данышпан: "Көрдің бе", депті. "Жаман дағдыдан бастапқыда құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзінің де шамасы жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол қанға әбден сіңген кезде көмекке қанша адамды шақырсаң да бәрі кеш болады", деген екен. Жағымсыз әдеттерден арылуға болады. Ең бастысы, ушығып кетпей тұрғанда ертерек әрекет қылыңыз. Жағымсыз әдеттен құтылу формуласы. Әдет орындалу процесі негізгі 3 этаптан өтеді: сигнал, әрекет, нәтиже. Алдымен миымыздағы нейрондық байланыстарға сигнал керек. Сигнал бұл старт деген сөз. Бағдаршамға жасыл түс жанғанда барлығы қозғалатын секілді, сигнал болған кезде процесс те басталады. Мысалы, қарныңыз ашты, бұл сигнал. Тамақ жедіңіз, әрекет. Қарныңыз тойды, бұл нәтиже. Бір қыздың тырнағын істей беретін әдеті бар екен. Не себептен тырнағын істейтінін өзі де білмейді. Содан қыздан қай кезде, қандай сәттерде тістейсің деп сұрайды. Оның жауабы қарапайым болады: "Ішім пісіп, зергіп кеткен кезде тістей бастаймын. Тырнағыңды тістегеннен кейін өзіңді қалай сезінесің?" "Өзімді күшті, сабырлы, бақытты сезінемін. Бәрі бақылауымда, қауіпсіз сияқты." Ғалымдар қызға бұл әдетін қойдыру үшін не істейді? Олар әдеп этапын орындалу ретін жақсы біледі. Сондықтан сигнал мен нәтижені орнында қалдырады, әрекетін ғана өзгертеді. Енді қыз тырнағының бір кемшілігін байқап, тістегісі келген уақытта столды саусағымен ұруды бастайды. Ауызға салып тістеудің орнына саусағын столға ақырын ұрады. Осы әрекетін өзгерткен соң, қыз тырнағын істейтін әдетінен құтылып кетеді. Дәл сол секілді
Бір жігіт болады. Ол уайымдағанда қысылған уақытында темекі шегеді екен. Зерттесе жас кезінде достары сөз арасында темекі шексең крутой боласың деп айтқаны белгілі болады. Содан бір күні туған күн кешіне барып, бір сұлуды көріп сырттан ұнатып қалады. Бірақ барып танысуға ұялады. Сол кезде ойына достарының айтқаны келіп, темекі шегіп алады. Содан кейін бойжеткенмен танысады. Енді оның миы темекіні қалай байланыстырып алады. Өзіңді сенімсіз болып тұрған кезде бір нәрсені уайымдаған темекі шексең, жетістікке жетеді екенсің деп қабылдап қалады. Осыдан кейін кез келген өзін ыңғайсыз бір түрлі сезінген кезде ми дереу темекі шексең жеңіске жетесің деген шешімді ұсынады. Мидың мұрағатында солай қабылданып қалып кетті ғой. Кофе көп ішетін адамдарды алып қарайық. Мысалы, сіз көп кофе ішесіз. Неге? Жұмыста отырып басыңыз ауырғанын басу үшін кофе ішуді үйреніп алғансыз. Енді оны қалай қоюға болады? Басыңыз ауырды, сигнал, кофе іштіңіз, әрекет, басыңыз қойды, нәтиже. Бұл жерде сигнал мен нәтижені өзгертпейміз, тек әрекетті ауыстырамыз. Жұмыста басыңыз ауыра бастады ма, 10 минут далада жүріп қайтыңыз. Егер оған мүмкіндік болмаса, сол жерде 10 рет отырып тұру жаттығуын жасап жіберіңіз. Осы әрекетті ауыстырып, күнде қайталай берген соң, кофені көп ішу әдетінен арыласыз. Формула көріп тұрғаныңыздай өте қарапайым. Кез келген әдетіңізді зерттеп көріңіз. Сигнал қандай? Қандай әрекет жасайсыз? Нәтижесінде не аласыз? Енді осы жердегі әрекетіңізді ғана ауыстырсаңыз болды. Өзіңізге ұнамайтын, сізге зиянын тигізетін әдетіңізден құтыласыз. Негізі кешкі ас ішу бізге әдет болып кеткен. Ол маркетологтардың енгізген дүниесі. Ал шын мәнінде кешкі ас ішпеуге де болады. Спортсмендер ғана күнделікті 2000-3000 калория жұмсауы мүмкін. Ал қарапайым күнделікті қимыл қозғалыстағы адам 1000 калорияның айналасында ғана энергия жағады. Кейде біз қазақшылыққа салынып, таңғы астың өзінде бір күндік калориямызды тұтынып қоямыз. Жұмыста жүріп мүмкіндік болмай, тамақ ішуге үлгермей қалған күндерде сізде де болған шығар. Бірақ ешкім тамақ ішпегеннен талып қалып жатқан жоқ. Тамақтану бізге әдет болып кеткен. Мысалы, кейде бас қосудың әдеті, біреу кездесуге шақыратын болса да, ресторанға, кафеге шақырады. Ең болмағанда кофе ішіп қайтайық дейді. Бірақ ешкім көшеде кездесейік, жүріп қайтайық демейді. Мына суретте сіз тышқанды көріп тұрсыз. Ғалымдар осы тышқанмен бір эксперимент өткізеді. Бірінші рет есік ашылғанда тышқан жүгіріп барып оңға бұрылып, ол жерден ештеңе таппаған соң сол жаққа барады. Ол жерде оны тәтті тамақ күтіп тұрады. Екінші күні де осылай жасайды. Тышқан тағы да алдымен оңға, кейін сол жаққа барып тамағын алады. Үшінші рет есікті ашқан кезде тышқан автоматты түрде сол жаққа қарай жүгіреді. Оның миында не болды? Әдет жатталып қалды. Бұл жерде есіктің ашылуы сигнал, оның жүгіріп сол жаққа баруы әрекет, тамағын алуы нәтиже. Тарихта Хопкинс деген маркетолог болған. Ол кез келген нәрсеге сұраныс тудырып, сатылымын арттырып жібере алатын еді. Америкада 1900 жылдардың басында тіс ауыру мәселесі өршіп тұрды. Дүниежүзілік соғысқа әскер жинағанда ең басты мәселе тіс еді. Себебі тіс ауыратын адам қарқынды соғыса қоюы екіталай. Енді әскерлердің тісін жөндеу деген міндет тұрды. 1800 жылдардың соңында америкалықтарда тіс жуу деген әдет болмады. Халықтың 11% ғана тіс жуатын болған. Осы әдетті қалыптастыру Хопкинстің жауапкершілігіне жүктеледі. Хопкинс алдымен сигнал, әрекет, нәтижені тудырып алуға тырысады. Тамақтанғаннан кейін тісіңіз жуылмай қалса, оның сыртында бір қабат ыңғайсыз қабық қаптап қалатынын сіз де байқаған боларсыз. Енді Хопкинс бүкіл жарнамалық құралдардан, егер тісіңді тіліңмен сипағанда бір нәрсе байқасаң, демек тісіңді жуатын уақыт келді деген ақпарат таратады. Ал нәтиже қандай? Нәтиже тісіңізді тіс пастасымен жуғанда ол көпіреді, күшті иіс шығады. Осы жарнама жан-жақтан жасалып, халықтың миына құйылады. Нәтижесінде халықтың 96% тістерін тіс пастасымен жуа бастайды. Сәйкесінше халықтың денсаулығы жақсарады. Одан кейін әрине әскердегі тіс ауыру мәселесі азаяды. Нәтижесінде әскерде соғыста жеңіске жетеді. Хопкинстің енгізген маркетингтік әдісі әлі де жұмыс істейді. Ол үйреншікті әрекет ретінде тіс пастасының ауызды көпіртуін енгізеді. Негізгі тіс пастасының көпіруі оның иісінің жағымды болуы маңызды емес.
Байқайсыз ба, кейде өте жақсы, пайдалы, сапалы деген ұсынған тіс пастасымен тісімізді жусақ та, оның иісі де, дәмі де онша емес болып шығады, әрі түк те көпірмей жатады. Ал әбден тіс пастасы көпіретін, жағымды иіс шығаратын болу керек деген үйреніп қалған біз, ой, бұл пастаның сапасы онша емес екен деген шешім шығарамыз. Кез келген жағымсыз әдетіңізді осы формулаға зерттеп көріңіз. Әрекетті өзгерту үшін алдымен бұл әрекетті жасайтын кезде менде қандай сигнал пайда болады? Өзіңізге менде қандай триггер бар деген сұрақты қойыңыз.